ең төменгі жалақыны мысалы $1000. Балаларды асырау деген сияқты бар, мектепке балаларға бару керек, қалтасына ақша салу керек. Бұның салдары қандай болуы мүмкін? Қанша бөлке нан сатып алуға болады, неше килограмм қан сатып алуға болады, неше литр бензин сатып алуға болады. Пәленбай миллиардтап ақша салынып жатыр салаға. Шағын, орта кәсіпке де тура сондай қолдаулар бар, бірақ кез келген наннан бастап, сол квартира, пәтердің үйінің бағасына дейін. Құрғанда бір 50% біздің отандық өнімдерден тұрмайды ғой. Тұрмайды. Қарасаңыз, Қырғызстан мен Ресейдің, Беларусьтың тауарлары толып тұрады. Ірі компаниясы жоқ, шенеунік кім бар деп мен айта алмаймын. Отандық бизнес қатты зардап шекті деп айтылып жатыр ғой сарапшылар тарапынан. Қазақ басқа ұлттардан жоғары болмаса, ешбір ұлттан төмен емес. Армысыз көрермен, бүгін Мәлімнің сұхбат алаңында біздің дәстүрлі қонағымыз белгілі саясаткер Уәлихан Қайсаров. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Бүгін енді тақырыпта халықтың әлеуметтік жағдайына арнағалы отырмыз. Жалпы енді бізде осы кейінгі 3 жылдан бері ең төменгі жалақы өзгерген жоқ. 85 мың теңге көлемінде тұр. Бұл енді көптеген жәрдемақылардың жаңағы есептелуіне тікелей әсер ететін дүние ғой. Халықтың табысы да осыған байланысты. Сондықтан осы 85 мың теңге көлеміндегі ең төменгі жалақыны көтеруге не кедергі болып тұр қазір? Енді оған бірнеше кедергі болуы мүмкін, бірақ күні кеше ғана қазір мына үкіметті ең төменгі жалақысын 150 мыңға көтермекші болып отыр. Оның ең қиын нәрсесі мына шағын кәсіпорындарға. Өйткені олардың жаңағы өзіне әлеуметтік төлемдер бар емес пе? Сақтандыру төлемдері бар, міндетті зейнетақы төлемдері бар. Сондықтан оның бәрі сол жалақыға байланысты. Бұрын мысалы қазір осыдан 4 жыл бұрын 42,5 мың теңге болған тұғын. Ол кезде мысалы зейнет қорға төлейтін ақшасы көлемі 4250 теңге. Одан кейін 85 мыңға көтерілді, ол 8500 теңге. Енді 150 мың теңге болса, ол 15 мың теңге болып келеді. Онымен қоса, онымен қатар жаңағы әлеуметтік төлемдер бар, сақтандыру төлемдері бар. Сондықтан бұл әлбетте шағын, тіпті орта бизнеске де өте ауыр түсіретін нәрсе болады. Демек, бір жағынан егер қарайтын болсақ, жалпы қара жұмыс жасайтын, жаңағы далада бір-біріне қызмет көрсететін курьерлер сияқтыларға, олар үшін әлбетте ол өте жағымды, өте жақсы жаңалық деп айтуға болады. Ал бірақ кәсіп орындарға, кәсіпкерлерге ол қиын болады. Сондықтан енді бір жағынан қарағанда әлеуметтік кәсіпкерлердің әлеуметтік жауапкершілігі болу керек қой. Сондықтан меніңше бұл негізі дұрыс деп ойлаймын. Иә, мүмкін бір кәсіпкер зардап шегетін шығар, бірақ оның арқасында қанша 15-20 адам мысалы өз жағдайын жақсартуға мүмкіндік беріледі. Сондықтан ол бірінші жағы. Екінші жағын қарайтын болсақ, қазір 85 мың теңге деген ол мысалы мына коммуналдық төлемдерді алатын болса, ол екі бөлмелік пәтер алатын болса, ол қысты күні мысалы жартысын соған кетеді. Ал одан басқа мысалы балаларды асырау деген сияқты бар, мектепке балаларға бару керек, қалтасына ақша салу керек, асханада тамақтандыру керек, киім кешек, үлкен кісілерді алатын болсақ, олардың мысалы дәрі-дәрмектерін алу керек. Енді қосымша өзін тамақтандыру керек. Сондықтан 85 мың теңге ол өте аз. Мысалы бүгінгі егер статистика сүйенетін болсақ, статистика бойынша Қазақстанда 85 мың теңге жалақыны алатын адамдардың саны 2 миллионға жоқ. Ол өзін-өз жұмыспен қамтып отқандар ғой. Сондықтан әлбетте 85 мың теңге ол өте аз ақша.
сондықтан мүмкін мына біздің үкімет сол халықтың әлеуметтік жағдайын көтеремін деген оймен жасап жатқан шығар. Бірақ бұл үшінші мәселесі, бұл цифраны өзгерткенімен ғана бүкіл жағдай өзгерілмейді. Өйткені біз 100 мың теңге дейік, жарайды 1,5 миллион теңге дейік, бірақ соның өзінде ол экономикамыздың жағдайы келе ме оған? Жаңа мен жоғарыда айтып кеткен кәсіпкерлердің, олардың мұршалары келе ме, келмей ме? Жағдайлары келе ме? Тіпті көлеңкеге өтіп кетуі мүмкін деп ойлайсыз ба? Иә, өте дұрыс. Сондықтан ол мысалы өзінің штаттарын қысқартуға мәжбүр болып кетуі мүмкін. Немесе көлеңкелі экономикаға өтіп кетуі мүмкін. Оны қарайтын болсақ, салық түсу ол азайып кетеді. Сондықтан бұны өте мұқият зерттеп жасау керек. Меніңше, бірақ біздің үкімет оны тек қана популистік ретінде әлеуметтік жаңағы желілерге қарап, соған ғана шешім қабылдайды. Негізі оның жаңағы экономикалық негіздерді мысалы мен көрген жоқпын. Мен қараған жоқпын, оқыған жоқпын, тіпті ол жоқ деп айтуға да болады. Сондықтан бұл үкіметтің бір жағынан қолдаймын деп айтуға да болады, бірақ екінші жағынан ол негіздері қандай? Өзге елдерде бар жаңағы ең төменгі жалақыны мысалы $1000 деген секілді бекітеді. Бізде неге ондай емес? Бұл біздің экономиканың әлсіздігінен болып тұр ма? Жоқ, олай тікелей салыстыруға болмайды. Өйткені әр мемлекет, әр экономиканы қарайтын болсақ, паритет покупательной способности деген бар. Сатып алу мүмкіндіктің паритеті бар. Соған қарау керек. Мысалы, Америкада бензин бағасы, олар енді галлонмен сатады ғой. 1 литрге келсе, ол сәл $1 асып кетті. 1 литрі. Бізде мысалы қазір доллардың жартысына да кемейді мысалы, енді $0,5 деп айтуға болады. Мен пример $0,5 деп айтайықшы. Мысалы, мына Қырғызстанда, Өзбекстанда $1. Сондықтан олардың ақшасы мысалы біздің тікелей салыстыруға болмайды. Мысалы, біздің жалақымыз қандай, сол жалақыға қанша литр, жалпы қанша бөлке нан сатып алуға болады, неше килограмм қан сатып алуға болады, неше литр бензин сатып алуға болады. Сонымен салыстыру керек. Өйткені біздің жалақы төмен болғанымен, мысалы бензин төмен, коммуналдық төлемдері төмен, азық-түліктің кейбір түрлерінің, мысалы еттің бағасы төмен. Еуропада қарасаңыз, еттің бағасы 12-15 евро дейін барады, мысалы, 1 килограммы. Бізде мысалы әзірше қанша $9 ма? Еттің бағасы $9. Енді әрине олардың жалақыларымыз мысалы бізден гөрі 10 есе, 15 есе, 20 есе үлкен, артық. Сондықтан бұны сатып алудың паритетін қарау керек. Сондықтан бұл жерде әлемдік практиканы бізге, жалпы бізге емес, бүкіл мемлекеттерге оны қосуға болмайды, оны жаңағы пайдалануға болмайды. Бөлек қарау керек. Мынау енді білеміз, бірінен бастап бірқатар шектеулер алынды ғой енді. Бірақ әзірге біз өзіңіз айтпақшы бензиннің бағасында бір үлкен өсімді көріп отқан жоқпыз. Айналасы бір 2-4 теңгенің жобасында қымбаттап тұр. Бірақ бұл баға түбі жаңағы көрші елдермен теңеседі деп отыр. Бұның салдары қандай болуы мүмкін? Өте қиын, өйткені кез келген тауардың бағасы қарайтын болса, оның үшін жаңағы отын бағалары бар. Электр қуатының бағасы бар, көлік бағасы, логистикалық бағасы бар, тіпті бензин, солярканың бағасы бар. Егер құрылысты қарайтын болсақ, олардың мысалы көп құрылыс материалдар көлікпен, темір жолмен, жаңағы әуе кемемен алып келінеді, автотехникамен алып келінеді. Сондықтан бұл ең біріншіден кез келген тауардың бағасын көтеруге негізі болады, себеп болады. Кез келген наннан бастап, квартира, пәтердің үйінің бағасына дейін. Сондықтан егер қазір мысалы бензин бағасы, дизель, солярканың бағасы мысалы 2 есе көтерілетін болса, Ресейге егер тең болатын болса, Ресеймен, онда меніңше қазір мысалы
нан бағасы 240, ең төменгі 240-245 теңге ғой, ол әлеуметтік несі нан дейді. Ал кейбір жай бір нан бағалары 500 теңге дейін бар, қазір магазинге барып көрсеңіз, ол бір бұқанка ол 700 теңге болып кетуі мүмкін. Әлеуметтік нанның бағасы 350 теңге болып кетуі мүмкін. Мына электр қуатын жаңағы коммуналдық төлемдері ол міндетті түрде көтеріледі. Ең азы меніңше бір 25-30%-ға көтеріледі. Ең азы осы биыл жылдың ішінде ғана. Ары қарай айтпай-ақ. Мына автобустың бағалары сатып жүрміз ғой, билет автобустың жол ақысын. Ол да темір жолдың ақысы мысалы былтырдан гөрі қазір өзінің мысалы мен үнемі пайдаланып жүрмін темір жолды. Көрініп тұр бағаның көтерілгені. Мына әуе билеттері, олар да көтеріледі. Сондықтан кез келген бағасы қазір сол ең алдымен бізге бензинмен байланысты. Тіпті бензинге байланысты болатын болса, ол жаңағы электр қуатты болғанда байланысты болады. Сондықтан күні кеше ғана мына үкіметтің отырысында премьер-министр айтты ғой, енді бензин солярканың бағасын жіберуге болады, бірақ байқап жіберіңдер, енді бірден күрт көтермеңдер дегендер. Бірақ демек ол да бір сигнал ғой. Ал мінекей енді босаттық, бағасын босаттық. Енді ойына келгенді істеңдер деген сияқты ғой. Мысалы мен оны өзім солай былай түсінемін де қабылдадым. Осы жалпы үкіметтің бағаны реттеп және соны бір шектеп отыруы қаншалықты дұрыс дүние? Ол өте дұрыс дүние, ол кез келген мемлекетте жасалынатын нәрсе. Өйткені ол стратегиялық маңызы бар. Енді тауар деп айтпайық, ресурс. Стратегиялық маңызы бар ресурс. Мысалы, темір жолдың бағаларын, әуе кемелердің бағаларын, солярка, бензиннің бағасын, электр қуат бағасын, ол міндетті түрде мемлекет оны бақылау керек, оны қадағалау керек, өзін толық мемлекеттік контроль, бақылауға алу керек. Сондықтан ол стратегиялық ресурс. Оны нарық экономика деп сылтаумен, оны құрбосқа қолдан жіберуге болмайды. Оны кәдімгідей, мысалы не үшін бізде антимонопольный агенттік бар емес пе? Ол не үшін құрылды мысалы? Ол осындай бағаларды жаңа реттеуге құрастырылған агенттігі. Ол Назарбаев тұсында болған. Сондықтан, ал қазір егер толық бүкіл бағалар жіберілетін болса, онда сол антимонопольдік агенттіктің қажеті жоқ болып кетеді. Осы біз енді айтамыз, отандық өндірісті қолдау керек дейміз, ауыл шаруашылығына қатысты көптеген қазір енді үкіметтік бағдарламалар бар ғой, жаңағы кең дала 1-2 деген секілді арзандатылған, жеңілдетілген несиелер беріледі. Бірақ солардан біз бір нәтиже көріп отырмыз ба? Енді пәленбай миллиардтап ақша салынып жатыр салаға, шағын, орта кәсіпке де тура сондай қолдаулар бар, бірақ біздің әлі өзіміздің ішкі қажеттілікті өтейтіндей немесе біздің сөрелерде бір құрығанда бір 50% біздің отандық өнімдерден тұрмайды ғой. Тұрмайды. Қырғызстан мен Ресейдің, Беларусьтің тауарлары толып тұрады. Қытайдың, Өзбекстанның болмасын. Неге біздің отандық өндірушілер бәсекелесе алмайды? Неге бізді қамтымайды? Неге біз өзіміздің Қазақстанда жасалған өнімдерді тұтынбаймыз? Бұл екі үлкен проблема бар ғой. Ең бірінші проблема ол жаңағы сыбайлас жемқорлық. Ең бірінші проблема. Мына мемлекет тарапынан ақша бөлінбейді деп мен айта алмаймын. Назарбаев тұсында да, қазіргі Тоқаев тұсында да ақша бөлінді де бөлініп жүр қазір. Бірақ ол өзін нақты баратын жерге жете алмай тұр, сол қаржы бара алмай тұр, жете алмай жүр. Ол бірінші, өйткені сыбайлас жемқорлық сол осыған кедергі. Екіншісі, ол біз мына Еуразиялық экономикалық одақ кіргеніміз себебі болып тұр. Біз мысалы қазір Ресеймен болсын, мына Қырғыз, Беларусь болсын, біз ешқандай тарифтарды қолдай алмаймыз. Өйткені
осы мемлекеттердің арасында тауар еркін жүру керек. Сондықтан мысалы қазір кейде мен өзім мысалы былай ойлаймын да, кейде Ресей мораторий қояды да мына бензин шығаруға сыртқа. Кейде біз мораторий қоямыз дизельді шығаруға, иә. Бірақ бір жағынан қарайтын болсақ, мына Еуразиялық экономика одағының мақсаты бұған шектеуді қоюға шектеу қойылды. Бірақ сонда бұл бір жағынан істейтін нәрсе ме, істемейтін зат па деп. Сол егер біздің біз егер жемқорлықты жойып тастасақ, сол жоғарыдан үкімет тарапынан берілетін ақша өзінің мақсатына, өзінің баратын жеріне жетеді. Сол кезде мысалы біздің кіші кәсіпкерлер, орта кәсіпкерлер көтеріледі, кәсіпорындар да көтеріледі. Ол жоқ, өкінішке орай. Ал екіншісі, біз мына Еуроодақтық несіне кіргеннен кейін біз ешқандай мына кедендік шлагбаум шек қоя алмаймыз. Тауар бізге еркін түрде кіреді, және арзан. Сондықтан біздің өзіміз кәсіпорындар олармен бәсекелестікке қабілеттері болмай қалады. Өйткені біздің мысалы енді бір нәрсе шығарамыз дейтін болса, ол мысалы Ресейден келген тауармен немесе Белоруссиядан келген тауармен салыстырғанда олардың бағалары күрт төмен. Сондықтан біздің кәсіпкерлер көтере алмайды. Ол үшін кәдімгідей кедендік өзіміздің дербес кедендік саясатымыз болу керек. Ол үшін Еуразия экономикалық одақтан шығуымыз керекпіз. Ол үшін өзіміздің дербес кедендік саясатымызды қабылдап жасауымыз керекпіз. Өйткені кеден не үшін жасалынады? Сол өзінің экономиканың кейбір заттары жетіспеген кезінде олардың қолдау, немесе көп болса оны сыртқа шығаруға мүмкіндік беріледі. Ал бізде керісінше бәрі Кремльге байланысты болып тұр, немесе өзіміздің жемқорлыққа байланысты болып отыр. Осы шағын және орта кәсіп туралы айтып отырмыз ғой. Ең көп зардап шеккен осы Ирандағы шиеленістің әсерінен осы шағын және орта кәсіп өкілдері дейді. Және біздің сол отандық өндірушілер, өйткені өндірген өнімдерін Ресейге, маңайымыздағы елдерге экспорттайды, олар доллармен экспорттайды. Ал қазір теңге күшейгеннен кейін доллардың бағасы құлады. 465 теңгеге дейін түсті ғой шамамен. Осы жерде сол біздің отандық бизнес қатты зардап шекті деп айтылып жатыр ғой сарапшылар тарапынан. Рас солай болды ма? Жоқ, олай болған жоқ. Ол мен жалған ақпарат деп қабылдаймын. Өйткені шағын және орта бизнес бізге сыртта шығаратын компаниялары тіпті жоқ деп айтуға да болады. Бұдан зардап шегіп отырған кімдер? Мына шикізаттарды өндіріп сыртқа шығаратындар. Мысты дейік, темір дейік, не дейді, неше түрлі түсті металдары, уран болсын, басқа жердің қойнауда жатқан шикізаттарды олар шығарады да, сыртқа сатады. Олар өзіміздің байлығымызды сатқан кезде, әрине оларға қазір енді тиімсіз деп айтпаймын, бірақ пайдасы аз түсетін болды. Бірақ ол өзімізді қалса қала берсін. Ал кәдімгідей жиһаз жасаған, немесе тамақ шығаратын, сыртқа сататын компаниялар бізде тіпті жоқ деп айтуға да болады. Сондықтан олар зардап шекпейді. Керісінше оларға қазір жағдай өте сондай бір жағым деп айтуға болады. Өйткені олар сырттан сатып алады ғой. Кейбір нәрселер, қосалқы бөлшектер сатып алады ғой. Оларға керісінше қазір арзанға түседі. Өйткені доллар арзан, олар мысалы теңгеге көбірек доллар сатып алып, көбірек нәрселерді сатып ала алады шетел мемлекеттерден. Сондықтан меніңше ірі шикізатты сатып жүрген компаниялардың жағдайын ойлаудың қажеті жоқ. Олардың жағдайы жаман емес. Так-так, өзімен-өз оларға былай ақша жеткілікті. Керісінше қазір орта және шағын бизнесті қолдауын сондай бір, енді дәуір деп айтпаймын, сондай бір кез келді. Сондықтан меніңше олар үшін қайта қуану керек. Негізгі
қозғаушы күш осы шағын және орта бизнес болу керек қой. Иә. Бізде ол жалпы ішкі өнімдегі де үлесі өте төмен, экономикадағы жалпы үлесі өте төмен. Неге бұл бағытта жаңағы даму жоқ? Біз неше миллиардтап ақша қойсақ? Сұрағың өте орынды және өте қызық сұрағыңыз. Мен оны былай деп көремін де, ең бірінші несі себебі мына жоғарыда отырғандардың бәрі олар шағын және орта бизнесті ойлап отырған адамдар емес. Олар өздерінің қолына кезінде алып алған ірі жаңағы жер қойнауын, пайдалы жерлерді алып алып, олар қазір сол ірі жаңағы шикізат сатып алушылардың біреулері өздері жоғарыда отырғандар. Сондықтан олар тек қана сол ірі компаниялардың жағдайын ойлайтын кәдімгі министрлер болсын, депутаттар болсын, басқа жергілікті әкімдер болсын, олардың мүддесі тек қана сонда өзінің жаңа қара басын, қамын, өзінің бизнесін, жеке бизнесін ойлаумен жүріп жатқан адамдар, мемлекеттік қызметкерлер. Сондықтан олар осы ірі бизнесін айырмалағанша, олар шағын және орта бизнесті еш уақытта ойламайды. Олардың проблемасы тек қана өзінің бизнесін сақтау, дамыту, жаңағы жердің жаңағы тонап пайдасын, жердің несін қойнауын шығарып сату. Мінекей олардың бірінші мақсаты осы болып тұр. Осы. Егер олардың бәрі ар жағынан бизнесмен болмағанда, ар жағынан ірі жаңағы меншіктің иелері болмағанда, олар әлбетте халықтың әлеуметтік жағдайын, шағын және орта бизнесін ойлайтын болар еді. Бірақ өкінішке орай, мысалы мен қазір жоғарыда, мысалы менен сұрасаңыз, ірі компаниясы жоқ, шенеунік кім бар деп мен айта алмаймын. Енді депутаттар ғой бұл жерде ортадағы байланыс, халықтың тікелей құқығын қорғау керек, шенеуніктер тарапынан бір халыққа зиян тиетін бір бастамалар көтеріліп жатса, біздің депутаттар соған қарсы тұру керек, заң қабылдау керек деген секілді. Неге бұл көпір қазір өз қызметін дұрыс атқарып жатқан жоқ? Өйткені ол көпір емес, ол көпір емес, ол кәдімгідей декорация, биліктің декорация. Мына шет елдерге, мына ОБСЕ болсын, Америка құрама штаттары болсын, басқа демократия институттары дамыған мемлекеттердің алдында, ол тек қана декорация, көрсеткіш. Мінекей бізде парламент бар, бізде сайлау жүйеміз бар дегенде, ал бірақ сайлау жүйені егер ішіне кіретін болса, ол қалай өтеді? Ол тек толық 100% деп мен таза айта аламын, ол жаңағы сайлау нәтижесін бұрмалаумен. Фальсификация дейді ғой, толық фальсификациямен жаңағы результат нәтижесін қорытындыны көрсетеді. Ол бірінші. Екіншіден, парламентте қазір партиялық тізімді қарайтын болсақ, қандай партиялар? Тек сол биліктің айналасында жүрген, биліктің жаңағы жоспарымен құрастырылған партиялар. Клиент 6 партия, солардың несін 7-ші партия жаңағы парламентке кірмеген, енді ол да көзбояушылық. Байтақ, иә. Ол да, мысалы, менімше, ол да көзбояушылық. Мінекей бізде жаңағы партиялардың бәсекелестік арқасында өтпеген партия да бар, өткен партиялар да бар. А бірақ партиялардың бәрін тізімдерін, депутаттық тізімге кіретін кандидаттарын толық да президент әкімшілігінің жаңағы несін келісетін адамдар. Енді қазір жаңа қабылданған конституция бойынша тіпті қазір бір мандаттық округтарда болмайтын болды. Олар да болмайтын болды. Айналдырған 30 адам еді, бірақ соны өзі біз қарадық қой, сол 30 адамдардың қайсысы бір жаңа өзін көрсетті. Саусақпен бір-екі бар шығар деп айтуға болар еді, иә. Бірақ соның өзінде, мысалы, қазір бір мандаттық округ болмағаннан кейін, оларды қазір үндемей қалды. Өйткені дәметіп жүр. Келесі парламентке тағы әйтеуір партияға кіріп, партияның тізімін көтемін деп. Өтіп кеткендер де бар екен ғой қазір? Бар ғой. Енді ол қазір президент кеше күні айтты ғой, август тамыз айында сайлауды өткіземіз деп. Осы орталық Азиядағы жалпы осы посткеңестік елдерде неге осы билік жүйесі бір-біріне қатты ұқсайды? Өйткені бәрі бір жүйеден шыққан ғой. Бұрын Ресей империяның бодандықта болған мемлекет елдеріміз, иә? Өзге жолдандық кеткендер бар ғой, мысалы, Финляндия, Польша.
Украина енді бірақ аяғы не болғанын көріп отырмыз деген секілді. Енді көрдіңіз бе, мысалы, егер біз Польшаны, Финляндияны айтатын болсақ, Финляндия 17-18 жылдың қаңтар айында шығып кетті. Ол революция қалай бітті, ол сол күйінде ол келіп қалды, бөлек шығып кетті. Тура солай 18 жыл Балтық елдер, Эстония, Литва, Латвия, олар да шығып кетті. Бірақ керісінше 40 жыл Сталин жаңа оларды жаулап қайтадан кіргізді Совет үкіметке. Сондықтан олар өздерін оккупация деп есептеді. 30 жыл, қаша 50 жылдай. Сондықтан олардың кетуі ол жаңағы не жеңіл болды. Ал мына Украина біз көрдік, қаншама мысалы Ресей оларды жібергісі келмеді. Грузияның қаншама жібергісі, әскерге дейін неге Южная Осетия мен жаңағы Абхазия мысалы жаулап алды, Ол негізі Грузияның жерлері ғой. Молдовияда мысалы Молдовия онда жібергісі келмей, Приднестровьені мысалы жаулап алды өздеріне. Ал мына Орталық Азия мемлекеттерін айтатын болсақ, ол тіпті ол патша кезінде олар бізді жаулап алды. Сондықтан бұл Ресейдің билігі қандай болды? Халықты азамат ретінде емес, халықты құл ретінде ұстау. Құлдық сана сезім қалды. Мына Орта Азия мемлекеттері сол құл қылмақшы болды. Мүмкін патша кезінде ол болмай қалған шығар. Мүмкін патша кезінде. Бірақ кейін Кеңес одағы келгеннен кейін толық әскермен басып алып болғаннан кейін, толық өзінің идеологиясы жүргізіп болғаннан кейін, толық жаңағы Кеңес одағына кіргізіп алғаннан кейін, олар Ресей халқы ғана емес, Украина, Беларусь бізді де құл ретінде толық қарап жаңағы бақты. Құлсыңдар деп. Абай ақын ретінде мүмкін расында да бір керемет ақын шығар, жазушы ретінде керемет жазушы шығар деп. Енді оны жаңағы мамандар өздері айтар. Мен оған ешқандай дауым жоқ. Мүмкін данышпан болса да, данышпан да шығар, Бірақ оны бізге ақын ретінде емес, жазушы ретінде емес, бұны билік бізге не ретінде әкеп отырды? Не ретінде көрсетіп жатыр, Философ ретінде. Бұны данышпан, философ деп айтып жатыр. Бізге оны жазушы деп айтып жүрген жоқ. Ақын деп айтып жүрген жоқ. Біз ойшы дейді, мыслитель. Философ, мыслитель. Сондықтан көріңіз, олардың жаңағы биліктің мақсаты Абайдың несін оқымай қойыңдар, керек емес. Абайдың ойын сақтап жүріңдер. Ой қандай деп, философиясы қандай. Ал Абайдың философиясы өте қарапайым. Қазақ өте төмен деңгейінде халық. Әлі өспеген, ой өрісі жаңағы не төмен, несі кен емес. Сендер әлі еш нәрсеге дайын емес. Сондықтан Ресейдің несін сонын біз еріп жүре берейік. Ойшыл керемет болса, онда неге ағылшын тілін бізге неге насихаттамаған? Неге орыс тілін дейсіз ба? Неге орыс тілін деді? Орыс тілі бізге негізі колониалдық тіл болды ғой, Бірақ данышпан болса, ол білу керек, не араб тіліне неге үйренбеске, Неге ағылшын тілінге үйренбеске? Ол Абайдың кезінің өзінде, мысалы, ағылшын тілі бүкіл әлемге таратылған мемлекет тұғын. Бүкіл әлемге таратылған тіл. Ол бүгін ғана емес, международный язык дейміз ғой, бүгін ғана емес. Ол сол кезде международный тіл болған. Жарайды, ағылшын демесе, жарайды, араб дейікші. Мен өзім араб қол емес, мен өзім араб негізі қарсы адаммын, Демек, бұл тақырыпқа салыстырған кезде, ол кезде араб тілді әлемге таратылған тілі еді. Мысалы, ислам елдерді алатын болса, Ол неге бізге орыс тілге байлап қойды? Абай сөз бар, орыстар бізге көз ашты. Қашаннан бері орыстар бізге көз ашты? 600 жыл бұрын Мәскеуді жағып жүрген біз қазақ емеспіз бе? Бізде мысалы Абай біз қазақтарға құлдық сана сезімді жаңағы қалыптастыруға өте ыңғайлы құрал болды. Ресей патшаға да, Кеңес одағына да, кейінгі Назарбаев билігіне де өте пайдалы құрал болды. Оны құрал ретінде пайдаланып жүр. Сондықтан құлдық сана осыдан пайда болды. Біз Абайды жазушы ақын ретінде құрметтейік.
бірақ ойшы бұл философ ретінде меніңше мен мүлде қарсымын. Насихатына ма? Өйткені мен оны қабылдамаймын. Қазақтан қалай деші қазақ басқа ұлттардан жоғары болмаса, ешбір ұлттан төмен емес. Сондықтан анадан орыстан үлгі алу керек, мынадан Қытайдан үлгі алу керек емес. Біздің өзіміздің қазақ философиямыз бар. Біздің өзіміздің дала философиямыз бар. Өзіміздің жаңағы дала демократиямыз бар. Сондықтан меніңше біз осыған көп көңіл бөлу керекпіз. Мысалы, мына белгілі жазушы Болат Төлепберген. Оның сонда бір керемет несі бар. Қазақ мемлекеттің тарихын бес периодқа дәуірге бөліп тастады. Бірінші ол, мысалы, біз қазір 4-ші республикада ғұмыр сүріп отырмыз дейді қазақ. Сонда мен сұрадым, қалай? Болат Төлепберген, есіңізде болсын. Ол айтады, бірінші республика ол Алаш республика болған дейді. Ол бірінші республика, Алаш мемлекет құрған республика болған дейді. Екінші республика ол Алаштан 36 жылға дейін Қырғыз автономиялық совет социалистік республика болған дейді. Ол екінші республика дейді. Үшінші республика ол кеңес дәуіріндегі, жаңағы 36 жылдан кейін 91 жылға дейін ол кеңес дәуіріндегі Қазақ совет социалистік республикасы дейді. Ол үшінші республика дейді. Кейін тәуелсіздік алғаннан кейін Назарбаевтың тұсында біздің өзіміз тәуелсіз ел болғаннан кейін ол 4-ші республика дейді. Мысалы, қазір біз 4-ші республикада өмір сүріп жатырмыз дейді. Ол мына тәуелсіз қазақ елімізде. Енді дейді, Болат Төлепберген айтады, енді дейді, бізге қазір 5-ші республиканы құруымыз керек дейді. Сонда мен сұраймын, қалай? Ол айтады, Назарбаевтың Тоқаевтың қазір жүргізіп жатқан саясатынан, толық жүйесінен біз жаңағы құтылып, одан кейін өзіміздің 5-ші республика, ол жаңағы шын мәнінде дербес, шын мәнінде демократиялық, шын мәнінде халық бостандықта өмір сүріп жүрген республикамызды құрғанда, ол 5-ші республика болады дейді. Тарихқа шолу жасайықшы. Ең бірінші республика әлемде тарихында, ең бірінші республика ол Рим республикасы болған. Осыдан 2,5 мың жыл бұрын. 800 дейін айтасыз ғой. Рим республикасы, империя өзінде республика болған. 800 жылда республика болды. Екінші республика қазақ болған. Әлемде гректе емес, Европада емес, Америкада емес, басқа мемлекеттер емес, қазақ. Керей мен Жәнібектің хандығы. Керей мен Жәнібектің хандығы, ол 15-ші ғасыр. Француз республикасы ол 18-ші ғасырдың басында ғана пайда болған. Ең бірінші Европадағы Рим республиканы айтпайық, сондықтан әлемдегі екінші демократия дамыған ел ол қазақ ел болған. Қазақ хандығы Керей мен Жәнібек құрған мемлекет. Өйткені қазақ хандығында хандар үнемі сайлау арқылы сайланған. Солай ғой. Демек, сайлау арқылы әр рудың өкілдері келеді, мысалы сайлау. Ол мысалы ханның баласы хан болу ол міндет емес. Ол құқық та емес. Ол сайланса болады, сайланбаса болмайды. Көрдіңіз бе? Сондықтан 15-ші ғасырдан бері Ресей патшасына бодандығына кіріп алғаннан кейін, бізді басып алғаннан кейін, оған дейін біз әлемдегі ең мықты демократия мемлекет болғанбыз, ел болғанбыз. Ана Европа, Америка олар бізден кейін. Айтып отырмын, мысалы, Францияның өзі 18-ші ғасыр, Америка олды 18-ші ғасырдың аяғы, 18-ші ғасырдың басында. Сондықтан мына кейінгі республика ол 20-ші ғасырдың басында болған. Сондықтан
қазақ елі жана кім айтып отырсыз ғой, Олжас Сүлейменов, иә, қазақ елі демократияға дайын емес, тәуелсіздікке дайын емес. Қазақ елі осыдан 550 жыл, 560 жыл бұрын ел болған, демократия қорған, ел болған. Сондықтан қазақ елінен жоғары деңгейде дайын мемлекет, демократияға дайын мемлекет жоқ бүкіл әлемде. Құрметті көрермен, бүгін Мәлімнің сұхбат алаңында біздің дәстүрлі қонағымыз белгілі саясаткер Уәлихан Қайсаров болды. Рахмет. Уақыт бөліп сұхбат бергеніңізге рахмет. Біздің YouTube арнамызға жазылып пікір қалдыруды, лайк басуды ұмытпаңыздар. Жүздескенше.